Баршаңызға сәлем достар. Біздің арнамызда нөлден бастап құрақ көрпеше жастық төгуді үйрене аласыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп, видеоны соңына шейін тамашалай аласыздар. Бұл сабақ өткен сабақтың жалғасы. Қанатты қошқар мүйізін мата бетіне түсіреміз. Ең алдымен 45-45 етіп қарапайым велюр матасын кесіп аламыз, астына паутина жабыстырамыз. Бұдыр бетін астына қаратып, ысып тұрған үтігімізді үстінен басамыз. Барлық бетін осылай толықтай жабыстырып аламыз. Енді қиып алған оюымызды алып, паутинаға сызып шығамыз. Ортасын дұрыс тапқаныңыз абзал. Осылай барлық шетін анық көрінетіндей етіп сызып шығамыз. Ары қарай қайшымен осы сызықтардың үстінен қисық кетпей түзу кесіп шығамыз. Келесі сабақта мата бетіне қалай жабыстыру керек екенін түсіндіретін боламыз. Арнамызға тіркеліп, видеоны соңына шейін тамашалағаныңыз үшін рахмет.